Оқушылар, бүгін бізде логопедия сабағы. Бүгін біз көліктер тақырыбымен танысатын боламыз. Көліктің дыбысы. Алдымен көліктерге не жататынын біліп алайық, иә? Көліктерге қараңыздар. Автобус, жүк камазы және мотоцикл, машина, пойыз, әуе парашюті жатады екен. Бұлардың барлығын біз бір сөзбен көліктер деп атаймыз. Енді бүгін біз 4 түрлік көліктермен танысатын боламыз, және олардың дыбысымен танысатын боламыз. Бұл бізде кеме. Кеме суда жүзеді. Су көлігі болып табылады. Енді кеменің дыбысына тыңдаңыз. Дыбысы қалай екен? Тыңдап көрейік бірге. Ал суда жүзіп келе жатқан кеменің дыбысы екен. Жақсы. Келесі. Ал бұл бізде пойыз. Пойыздың дыбысы қалай екен? Ол пойыз бізде темір жолда жүреді. Сондықтан қазір дыбысына назар аударыңыздар. Ол бір темірдің үстінде жүріп келе жатқан дауысы қатқыл естіледі. Назар аударайық. Жарайсыңдар. Осылай пойыздың дыбысы осылай шығады екен, иә? Пойызға мініп көргендеріңіз болар. Көбінесе пойызға алыс сапарға шығады, алыс жолға шығады екен. Жарайсыңдар. Келесі. Бізде мынау полицей машинасы ер балалар жақсы көретін, иә? Полицей машинасының дыбысы қалай шығады екен? Осындай мигалка, иә? Полиция машинасы кетіп бара жатқан кезде осындай дыбысын шығарады екен, иә? Жақсы. Келесі. Мынау бізде самолет, ұшақ, иә? Оның дыбысы қалай шығады екен көрейік. Ұшақ ол аспанда ұшады. Ұшақ ұшқанда осындай дыбыс шығады екен, иә? Біз 4 көліктің түрімен таныс болдық. Енді дыбыстарын тыңдап болсаңыздар, мен сіздерге қазір мынандай ненің дыбысы деген ойын ойнайтын боламыз. Қараңыздар. Ол ненің дыбысы екен? Әрине, ол полицей машинасының дыбысы екен, иә? Жақсы. Мына жерде кеменің дыбысы. Ал мынау ұшақтың дыбысы екен. Ұшақтың дыбысы. Ал мынау бізде паровоздың дыбысы екен. Жарайсыңдар балалар. Неге бүгін біз көліктердің дыбысымен таныстық. Видеоны қараймыз, дыбыстарды ажыратып үйренеміз. Кері байланыс күтемін, оқушылар, сау болыңыздар.